Жүсіпбек Аймауытұлы атындағы жалпы білім беретін орта мектебінің 3-ші А сынып оқушысы Тоқтамұрат Жандырдың нақысы. Абай Құнанбаев қыз өлеңі. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мұқау танымас, тірі жанды, үсті басы ақ қырау, тісі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік, аяз бен кар оқыдан қыс келіп әлек салды. Шпадай бір күн киген оқшырайтып, аяз бенен қызарып, ажарлады. Бұлттай қасы жауып, екі көзі басын сілкісе қар жауып, мазандалды. Борандай бір сарт кетіп дауылдағанда, алты қанат ағарды. Үй шайқалды, әуез көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домығып, үсек шалды. Шидемен тоңға баттап киген малшы бет қарауға шыдамай теріс айналды. Қар тепкенге қажымас қайран жылқы, титығы құруына азақ қалды. Қыспен бірге тұмсығын салған қасқыр малшыларын қорғылма итке малды. Соныға малды жайып күзетіндер, өкілтірмес қайрат қыл бұзға малды. Ит жегенше Қондыбай қана ежесін, құр жіберме мұнан тұрған кәрі шалды.